Кемел адам, Қайрат Жолдыбайұлы. Балта қайрауды ұмытпа. Көпшілік ғалымдардың креативті дүние тудыра алмауы, олардың ойланбауы емес, керісінше ойлауды бір мезет тоқтатып, кідіріс жасауды білмегендігінен. Экхарт Толле. Ғұлама бабамыз Мәшһүр Жүсіп денсаулықты сақтауға, көңіл күйді көтеріңкі ұстаудың, шаттықтың қажеттігін айтады. Көңіл күйімізді өзіміз көтеруге әрекет ету керектігін ескертеді. Ешқандай тынығуға мүмкіншілік бермей, үздіксіз харекет ете берсек, миымыз шаршайды, ынта-жігеріміз әлсірейді. Мынадай тамаша тәмсіл бар. Екі көрші отын жинауға орманға аттаныпты. Біреуі көп отын жинап, тезірек үйге қайтамын деген ниетпен тоқтамастан шаба береді. Ал екіншісі оқтын демалып, арасында балтасын қайрайды. Кеш батқанда демалмастан отын шапқан бірінші көршінің сілікпесі шығып, қатты шаршайды. Оның үстіне шапқан отыны да көңіл көншітерлік көп емес. Ал екінші көршінің арбасы отынға лық толған. Көңілі көтеріңкі. Өзі де анау айтқандай шаршамаған. Бірінші көрші мұның сырын сұрағанда, арасында тынығып балта қайрауды ұмытпа деп жауап береді. Тәмсілден жұмыс арасында демалу, бойымызға қуат жинау маңыздылығын түсінеміз. Тынығу жұмысының сапасын арттырады. Ісіміз өнімді болады. Олай болса, сен де арасында тынығып балта қайрауды ұмытпағын. Құранның Шарх сүресінде мынадай аят бар. Бір істі бітірсең, дереу басқа бір іске кіріс. Бұл аяттың іс ауыстыру арқылы тынығудың қажеттігін түсінеміз. Мұның мәнісі, адам бір істі ұзақ жасаған кезде жалығады. Сондықтан, белгілі бір уақыттан кейін жасап жатқан ісіңді тоқтатып, басқа бір іспен айналысу арқылы да тынығуға болады екен. Мұны психологияда белсенді тынығу дейді. Мысалы, кітап оқып шаршай бастағанда жаттығулар жасаңыз. Немесе намаз оқыңыз. Сосын басқа шығармашылық жұмысыңызды жалғастыруға болады. Арасында музыка тыңдаңыз. Сол сияқты домбыра секілді музыкалық аспаптарда ойнауда керемет тыныға аласыз. Кездесулерді де бір істен жалыға бастаған тұста өткізген тиімді. Санаға салмақ түсіретін кез келген істен кейін бойға қан жүгіретін, дене қозғалысын қамтитын жаттығуға көшкен пайдалы. Оқыған кітабымыздың маңызды тұстарын немесе өмірде тап болған оқиғалардан түйгенімізді мазмұндап, ойтамшы жазу арқылы да демалуға болады. Мұның өзіңіз үшін жаңалықтар жазып отыратын күнделік деуге болады. Бұл сізді ойыңызды ашық та анық білдіруге машықтандырады. Талдау қабілетіңізді арттырып, логикалық тұрғыдан дамытуға айтарлықпай ықпал етеді. Кемел адам күнделігінде осындай шағын жазбаларға арнайы орын қарастырылған. Мақсат еткен қандай да бір істі ұйымдастыруға байланысты интеллект картасын сызу арқылы тынығудың орны ерекше. Басыңыздағы шашыраңқы ой жоспарларыңыз әжептәуір жүйеленіп біршама реттеліп қалады. Интеллект картасын сызу алға қойған мақсатыңызды елестету және оған жету жолдарын алдын ала көре білу қабілетіңізді жетілдіре түседі. Мүмкіндігіне қарай саяхатқа шығып тұрыңыз. Шетел болмаса да еліміздегі бұрын болмаған жерлерге қыдырыңыз. Апта соңында табиғат аясында серуендеуді әдетке айналдырыңыз. Сарқырап аққан судың сылдырына құлақ түріп, жапырақтардың сыбдырын, жаңбырдың тырсылын, жыршы құстардың әнін тыңдаңыз. Жап-жасыл жайқалып тұрған ағаштарға, сан алуан реңкке боянған өсімдік әлеміне көз тастаңыз. Иісі аңқыған гүлдерді құштарлана иіскеңіз. Қыс мезгілінде шаңғы тебіңіз. Театрға барыңыз. Актерлардың рөл орындау, тұлға сомдау шеберлігін көріңіз. Режиссердің жұмысын бағалаңыз. Пьесаның астарындағы күрмеулі мәнді шешуге тырысыңыз. Ой жүгіртіңіз. Бірге барған адамдармен талқылаңыз. Бұл сізге тамаша көңіл күй сыйлайды. Ойлау, талдау қабілетіңізді арттырады. Ән айтыңыз, көңіліңізді көтеретін музыка тыңдаңыз. Стресс. Ғұлама Мәшһүр Жүсіптің денсаулықты күтуге қажетті 6-шы шарты уайым қайғыдан бойды аулақ ұстау. Кітаптың кемелдену кедергілері бөлімінде уайым қайғы және одан құтылу жолдары жайлы кеңінен түсіндіріледі. Бұл жолы жалпы стресс жайлы айтамыз. Стресс – ағзаның қалыпты жағдайдан ауытқуы. Стресс екі жағдайда орын алады. Бірі сыртқы факторлардың әсерінен, екіншісі өз денсаулығына қатысты жайттардан туындайды.
Біріншісі, айналада болып жатқан проблемалар, жұмыстағы кикілжің, айналадағы адамдармен ренжісу сияқты келеңсіз жағдайлардан туындайды. Мұндай стрессті барлық адам басынан кешіреді. Сіз өзіңізді ешқашан стрессті бастан өткізбеген, тым сабырлы адам санауыңыз мүмкін. Алайда олай емес. Сіз жай ғана ішкі күйзелістерді сыртқа білдірмейтін ұстамды адамсыз, бірақ бәрібір жан дүниеңізде түрлі ситуациялар орын алып жатады. Ал ішкі стресске шаршау, ұйқысыздық, дұрыс тамақтанбау тағы сол сияқты физикалық әлсіздікке соқтыратын жайттар себепші болады. Яғни, ағза өзін толық қабілетті сезінуден туындайды. Тіпті артық салмақ қосу да стресс. Кері өзгерістерге ағза бейімделе алмайды. Біле жүріңіз, стресс бауыр мен бүйректі, асқазан, ішек құрылысынан бастап ағзаны толықтай зақымдайтын қауіпті құбылыс. Ағзада стресс кезінде қандай өзгерістер болады? Кортизол гормоны көп бөлінген сайын инсулин жоғарылай түседі. Гормон түзілуі бұзылып, ішкі жан дүниемізде алай-дүлей боран болады. Себебі гормондар дұрыс бөлінбеген жағдайда ағза тепе-теңдігін сақтай алмайды. Бұлшық еттер жиырылып, оның қайта қалпына келуі үшін нәруыздар көп жұмсала бастайды. Сол себепті қандағы глюкоза бұлшық ет талшықтарын қалпына келтіруші қуат көзіне айналады. Ағзада инсулин көп түзіліп, қандағы қант мөлшері күрт төмендейді. Осы сәтте адам бойында әлсіздік басып, қарны ашқандай болып, тәттіге деген араны асыла түседі. Егер стресс адамнан жедел өтіп кетсе, кортизол гормондары ағзадан тез шығып кетеді. Ал кісі стресске жиі шалдығып, хронологиялық күйге жеткен болса, ішкі орган жұмысы бұзылып, мұның кесірінен тез қартаяды. Стресстегі адам үнемі ұйқысырап жүреді. Есте сақтау мен көру қабілеті нашарлайды. Үнемі стрессте жүру дұрыс тамақтануды бұзып, денсаулыққа зиянын тигізеді. Мысалы, бауыр, бүйрек, асқазан қызметтері әлсіреп, зат алмасу бұзылады. Тәттілерді көп жеу, гормондардың дұрыс бөлінбеуі диабетке әкелуі мүмкін. Яғни, стресс ағзаны аямайды. Стресстің себебі көп. Бірі басылса, бірі шығып жатады. Сондықтан болар, стресстен толықтай айығу мүмкін емес дейді мамандар. Алайда өз стрессіңізді басқаруға болатынын біле жүріңіз. Ибн Сина мынадай тәжірибе жасаған екен. 2 қозыны 2 бөлек жерге қамап, күнделікті жем шөбін беріп бағады. Бірақ қозылардың біреуіне көретіндей етіп қасқырды байлап қояды. Ал екінші қасқырдың бар екенінен хабарсыз. Белгілі бір уақыттан кейін қасқырды көрмейтін қозы тығыршықтай болып семіреді де, ал екіншісі әбден азып, соңында өліп тынады. Осы тәжірибе арқылы Ибн Сина уайым қайғы, үрей мен қорқыныш, стресстің адам денсаулығына қаншалықты зиян екенін көрсетеді. Стресстен арылатын жаттығулар. Стресс кезінде өзіңізді қолға алу, одан сақтанудың бірден бір жолы. Сонымен қазір сізде стресс. Не істеу керек? Стресспен өмір сүре беремін десеңіз, ол өз шешіміңіз. Ағза өзі тынышталып, стресстен құтылатын кез болады. Бірақ оны ұзақ күту керек. Немесе өзіңізді қамшылап іске кірісіңіз. Бұл сізге тез қалыпқа келуге көмектеседі. Мұның бірінші жолы тыныс алу жаттығулары. Өткенді қазбалап өкіне бермеңіз. Өкініш денсаулықтың хас жауы. Сонымен бірге стрессті ажырамас дос етіп аласыз. Ой-санаңызды стресстен арылту үшін төмендегі нұсқауды оқып, тыныс алу жаттығуларын жасап көріңіз. Бұл жаттығу тез нәтиже береді, және денеңіздегі барлық клетка демалып қалғанын бірден байқайсыз. Жаттығудан кейінгі көңіл күйдегі күйзеліс бәсеңдейді. Бұндай қарапайым жаттығуды күнде жасап жүрсеңіз, ағзаңыз толық жақсарады. Бірінші жаттығу. Стрессті бағындыру. Бірінші. Көзіңізді жұмып, демалысыңызды тыңдаңыз. Екінші. Мұрын арқылы терең тыныс алыңыз. 2 қолыңызды бастан асыра жоғары көтеріңіз. Осы күйде дем шамаңыз жеткенше іште ұстаңыз. Бұлшық еттердің жиырылуына мән беріңіз. Үшінші. Іштегі демді асықпай, ауыз арқылы сыртқа шығарыңыз. Қолыңызбен басыңызды жайлап алға түсіріп, иегіңізді кеудеңізге жеткенше иіңіз. Осылай 3-4 рет қайталаймыз. Ең бастысы мұрын арқылы жинаған демді ауыз арқылы асықпай, ұзағырақ шығару керек. Терең тыныстау клеткаларыңызды ашып, бойыңызды стресстен арылтады. Екінші жаттығу. Белсенді жаттығу. Жаттығуды спорттық
гантельмен жасаған тиімді. 1. Қолымызға спорттық гантельді ұстап еркін тұрамыз. 2. Тұрған күйі сәл отырамыз, тізе бүгіп. Гантельді ұстаған қалыпта өзгертпей, ауаны ішке тартамыз. 3. Тіктелеміз, гантельді иығымызға дейін көтереміз, шынтағымызды бүгіп, сол сәтте кідірместен гантельді жоғары көтеріп, керілеміз. Демді сыртқа шығарамыз. 4. Жаттығуды дәл осылай 3-4 рет қайталаймыз. Әр жаттығуға 30 секунд жұмсалады. Әр 30 секунд арасында 2 минуттан демалып тұру керек. Бұл жаттығудан кардиологиялық шынығып барлық бұлшықет ширайды. Бұлшықет бір уақытта қозғалып, кардио шынығу жасау кезінде ағзаны толықтай оттегімен қоректендірген боламыз. Спорттық гантельдің салмағын мүмкіндігіне қарай таңдаңыз. Физикалық мүмкіндіктеріңіз бен өз ыңғайыңызға қарай гантельді ауыстырып тұрсаңыз болады. Бұл жерде ең бастысы өзіңіздің барынша жаттықтыру, жайлы аймақтан, комфорт зона, шығу, бар күшіңізді салып денеңіз жеңілдегенше аянбаңыз, сонда ғана пайдасын көресіз. Құрметті аудио тыңдарман, видео сізге пайдалы болса, каналға жазылып, лайк баса кетуді ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет.